Ертеден қазақ төрт түлік малдың жағдайымен көшіп қонып, қыстау мен жайлаудың арасында түтін түтетіп өмір сүрді емес пе? О шетінен бұ шетіне 6 ай жүріп жететін кең даланы бізге көздің қарашығындай сақтап жеткізген де, мұра етіп қалдырған да әулие абыз данышпан бабаларымыз. Сол кең даланың ана шетімен мына шетіне көшіп қонып жүріп, келін алып, қыз ұзатып, құда жекжат аттырып, күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық, қыз өрісің, ұл жемісің деп даналық сөзді өмірдің өзекті шындығынан өрбіткен бабаларымыз не деген данышпан еді. Кезінде оңтүстік халқының жетімін желеп, жесірін жебеп, кедей кем бағалының байлауға жетсе, күрмеуге жетпей жүрген жібін ұзартуға үлес қосқан. Үндемес байдың жастық шағындағы биік парасаттылығы мен бір көрінісін көпшілік жеткізу мақсатында қолыма қалам алдым. Малына сенген қарапайым қазақ астықты көбіне өзбектерден сатып алып отырған. Үйір-үйір малын күн жылынып көктем шыққаннан күн суып, қыс түскенше Ташкент, Самарқанд, Бұқара, Хиуа базарларынан апарып сатып, айырбастап астық кезде ме, өрік, мейіз, керекті заттарын әкеледі екен. Үндемес әкесінің малын бірде Ташкентке сатуға алып бара жатады. Жолай далаға қонып, арасында күн райы бұзылса, елді мекенге қонып, базаршылар Ташкентке жақындап қалады. Ерте көктем кезі болса керек, жауын-шашыннан қорғанған базаршылар алдарынан кездескен ауылға қонуды ұйғастырады. Базаршылардың үлкені есін білгелі, үндеместің әкесінің малын сатып, керекті тіршілікті атқаратын қария екен. Жолды да, елді де, жерді де, елді мекен ауылды да жеті қараңғы түнде де тауып баратын қасиеті болған. Қырдан асып түсе бергенде алдарынан жұпыны шағын ауыл кезігеді. Бұрын бұл жерде ерте көктемде ауыл болмайтын, шамасы қыстап шыққан ауыл сияқты. Ауыл сыртында азғантай ірі қара мал, азын-аулақ қой-ешкілер жүр. Базаршылардың басшысы қария үндемеске қарап, мына ауылдың кімнің ауылы екенін анықтау керек дейді. Қалай анықтаймыз дейді үндемес. Қазір көресің, ол өте оңай шаруа деп қария атын сипалай қамшы салып, озыңқырап оқшау шығады. Ауыл шетінде қой қайырып жүрген ересек баладан ауылдың кімдікі екенін сұрайды. Балам, қай туғанға жатасыңдар, дейді қария таңқылдап тұрған балаға сүйсіне қарап. Қария өзінің руын айтып, баламен танысып, өзімен тең кісідей сөйлеседі. Ташкентке мал айдап бара жатқандарын, осында қонуды ұйғарып келе жатқандарын айта келіп, сендердің ауылдарыңда біздің елдің қыздары жоқ па деп балаға мейірлене қарайды. Сәл ойланып тұрып бала, жақын көкемнің үйіндегі жеңешем сіздердің руларыңыздан шығар, себебі жеңешемді Түркістанның қызы деседі. Содан соң өмірі төркіні іздеп келмеген. Сіздер іздеп келе жатсыздар ма дейді. Төркіні іздеп келмегенін сен қайдан білесің? Менің 2 жеңешем бар. Соларды төркіндері келгенде Жақып көкемнің үйіндегі жеңешем жылапты. Оны әйелдер қазаннан ет сүзіп алып астауға салып жатқанда айтқан. Сен әйелдердің сөзін тыңдап жүрсің бе дейді үндемес. Жоқ, мен тыңдайын дегенім жоқ. Олар ет салған астауды көтерісуге мені шақырған. Мен Жақып көкемді де жеңгемді де жақсы көретін едім. Жеңешемді біртүрлі аяп кеттім, төркіні жоқ деген соң. Біз жеңешемнің төркініміз деген сөзді қария кісі айтып, мақұлдайсың ба? Дегендей үндемеске қарағаны сол, бала ауылға қарай құлынын қамшылап, сүйінші сұрауға шабына жөнелді. Қап әттең-ай, мына бала бүлдіретін болды-ау деп шалмен үндемес, сұраулы жүзбен бір-біріне қарасып қалады. Үндемес қырдың ар жағында малды жүре жайып базарға айдап келе жатқан малшыларды осы жерде тосалық дейді қарияға. Малшылар өздері малды тойдырып келе береді. Күн кешіріп қалды. Намазды оқуға барып оқымасақ та қаза болады деді қария. Ана шауып бара жатқан бала сүйінші сұрап, қам көңіл жанның жүрегіне қуаныш сыйлап қуантар ма екен? Жоқ болмаса жүрегін бордай езер ме екен? Баламен балаша сөйлескеніңіз ұят болды-ау дейді үндемес. Ауылға қарай торы төбелді құнанға мінген бала шауып барады. Артына бұрылып қарап қояды.
Ауылдың бір-екі иті үріп баланың алдынан шығып, біресе баланың үңгесіне ұмтылып, біресе алдын орай шауып, біресе қабаттаса шауып барады. Екі итпен шауып келе жатқан құнанға мінген баланы көрген ауылдың өзге иттері де шәуілдей үріп үйлерінің маңына өзіміздің пәленше ғой дегендей қалып жатыр. Бұл көріністерді көріп келе жатқан үндеместің жүрегінде шаншудай болған бір сұрақ: төркіні өмір іздеп келмеген жеңешемді сіздер іздеп келе жатсыздар ма деген сұрақ еді. Сүйінші сұрап құнанын қамшылап кеткен бала ауылдың арғы басындағы үйдің алдына жеткеніне де үйден жас әйел жүгіріп шығып, жалт бұрылып үндеместер келе жатқан жолға қарап үйіне асығыс кіріп кетеді. Құнанымен дүрсілдей шауып сүйінші жеңеше, сүйінші дегенін естіп, ауылдың бала-шаға қатын-қалаштары есіктің алдына жүгірісе шығады. Жарамды жақсат мінген кісілерге аңтарыла қарап қалған ауылдың тұрғындары есіктің алдында ербиіп, кейбіреуі көз сала қарап тұр. Құнанды баланың сүйінші сұраған үйіне беттеп бара жатқан қонақтарды көздерімен шығарып салған ауыл тұрғындары есіктерінің алдында әлі тұр. Кенет шеткі үйден жас әйел асығыс шығып, аттылы кісілердің жақындап қалғанын көріп, сәл кібіртіктеп тұрып, базаршылардың басшысы шалға қарай адымдай жүгіріп келеді. Шал да алып-талып атынан түсіп, қарағым деп жас әйелдің маңдайынан иіскеп айналайын деп жатыр. Үндеместе артынан іле-шала түсіп, шалмен көрісіп тұрған жас әйелге жақындай келе көрісіп, амандасып маңдайынан иіскеп, жауырынынан қағып ағалық танытып жатыр. Сол екі арада үйден кемпір шал қабаттаса шығып: құдалар келіп қалған екен ғой, әй қайсың барсың, құдаларды аттан түсіріп те алмағансыңдар ма деп шал айқайға басып, ауылдастарының қылығына кейіс білдіруде. Өзі таяққа сүйеніп әрең тұр. Сүйінші сұрай шапқан бала екі аттың шалбырын алып жайғастыруға беттеді. Жұпыны ескі киіз үйге үйдің есігі шал бастап кіріп: ал құдалар, төрге отырыңдар деп елпілдеуде. Төрге жайғасқан соң үндемес үйдің ішіне барлай қарап, базаршылардың басшысы шалға іштей ренжіп отырды. Себебі сырты қандай жұпыны болса, іші де сондай жұпыны. Үй иелері қонақты күтуге қысылатыны аян. Лезде ауылдың үлкен кісілері құдаларға бірінен соң бірі келіп сәлемдесуде. Кексе кәрі әйелдер де келіп құдалармен сәлемдесіп кетіп жатыр. Біреулері сұраулы пішінде құдаларға қарап, біреулері таңдана, біреулері қызға қарап, біреулері немқұрайлы селқос қарап амандасып отырып жатыр. Кейбір әйелдердің еріндері жыбырлап, кейбіреуі бір-біріне сыбырлап, еріндері сылт еткізіп, ауыздарынан бірінің құлағына тақап бірдеңелер айтуда. Құдаларым келді деп мәз-мейрам болып отырған кемпір шал абыржып отыр. Күйеу балаңыз көрші ауылға кеткен еді, қазір келіп қалады деп сөзін аяқтамай жатып, қутыңдаған бір жігіт: ағамыз қайын жұртының келетінін қайдан біледі, көріп кел болмаса. Бұл кісілердің күйеу баласы менің ағам деп төрдегі құдаларға қулана қарап қояды. Я, оның рас құда бала, айдың күннің аманында көктен түскен қай құда деп отырған сияқтысың. Біз Ташкентке базаршылар мал айдап бара жатқан едік. Осы ауылда қызымыз бар болған соң аттың басын бұрып есендігін біле кеткеніміздің несі айып екен, деді базаршылардың басшысы. Осы сөзді күтіп отырған қутыңдаған жігіт: дұрыс қой құда, дәулетті кісілер екенсіздер. Осы жеңешеміздің келгеніне 10 шақты жыл болды. Әлі күнге дейін төркіндер іздеп келмеген еді. Ғайыптан пайда болған төркіндеріне таңдана қарап отырғанымыз рас, деп ерсілеу мырс етіп күлгендей болды. Сол сәтте төркіні келген жас әйел дастархан жая бастайды. Ендеше Түркістаннан шаршап шалдығып жеткен құдалар, қарындастарыңыздың аты кім еді, осы адасып келген жоқсыздар ма деп құдалардың жүзіне барлай қарайды сұрқияна жігіт. Базаршылардың басшысы қария шал орнынан қозғалып күбіжіктей бастағанда, дастархан жайып болған жас әйел оң қолымен құлағының сырғалығын екі саусақпен сауа ұстап, нарттай қызарып төмен қарайды. Бұл көрініс қасқағым сәтте өтеді. Осы көріністі аңғарған үндемес: иә құдалар,
Елде жүргенде қарындасымызды еркелетіп сырғаш, сырғалым, сырғакүл, сырғажан, сырғалай дейтін едік. Жақсы елге келген келін, келін, пәтуасыз елге келген келін, келсап деген сөз бар. Сіздерге келгелі кім болғанын өздеріңіз білесіздер дегенде, әлгіден бері түсі құлпырып, сұрқилана мардымсып отырған жігіт, кешіріңіздер құдалар, жай әншейін жолдан өткен жүргіншілер ғой деген едім, деп тұтығып, төркіні жоқ мұңлы келіншек қайнысының қылығына ызалана булығып өксіп-өксіп жылап жіберді. Келіншектің шын аты Сырғагүл екен. Бұл көрініске куә болған әйелдердің біреулері әлде байғұс-ай деп ауыздарын сылп еткізе, енді біреулері көңілдері босап жаулықтарының ұшымен көздерін сүртіп, Сырғагүл-ау, төркінің бар екен ғой десіп дабырласып әйелдер жағы көңілдене түседі. Оның бәрін көріп сезіп отырған үндемес Сырғагүлдің жан дүниесін түсініп, оған базарға айдап бара жатқан малының маңдай алдысы боталы түйені сауып ішсін қарындасын деп беріп кетеді. Базардан қайтарында ата-енесіне, бала-шағасына, Сырғагүлдің өзіне киімдер, қант, шай, өрік мейіз, тарту-таралғылар тастап, сырғашты төркініне жіберіңіздер, аунап-қунап төркініне барып қайтсын деп кетеді. Сырғагүл кедей жесір кемпірдің жалғыз қыз екен. Ағайын туыстан да кембағал жан болыпты. Көп ұзамай Сырғагүл төркіндетіп келеді. Сырғаш келді деп төңірегіндегі елді жинап той жасаған үндемес Сырғашқа деп жасау жабдық. Еншісіне 4 түлік малдан мол, ине жіптен жаңа шыққан ақ отау жасап, еншісіне береді. Үндеместің ары-бері мал сатуға өткен базаршылары Сырғаштан хабар алып қарасып тұрады. Сырғаш та төркінім келді деп сағына төркін жұртын сұрап, қадірлі қонақ етіп күтеді екен. Сырғаштың амандығымен біле келген базаршыларға үндемес қыздың жаманы артқа шөп салар деген, қыз мұңлық, жат елге қызбен қой кетеді деген. Қыз қырдығы қызғалдақ, олардың жаны нәзік. Төркінім бауырым деп бүйректері бөлініп, жүректері езіліп тұрады. Қыз тілеулешің, қамқоршың, алыс сапарға шықсаң, барар жерің болмаса, сол елден рулас қыз тапсаң, құдамын деп барған қазақтың құдайдай күтетін қазақпыз ғой. Сондықтан қыздарды сыйлаңдар, олар нәзік жүректі жандар. Қыз қартайса да 100 жасап, немере шөбере, шөпшек көрсе де төркініне қыз, біреуге жар, біреуге ана. Пайғамбарымыз ананы сыйлаңдар деген. Қыз өрісің, тілеулесің, қамқоршың. Қызды налыптау керек. Сырғаш қыз бір төбе, өзімен туыстас қыздардың бәрі жиналып бір төбе. Сырғашты сыйлаңдар деген екен туыстарына.